Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Арқалық қаласындағы облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасының әдістеме библиография бөлімі қыркүйек айында туған мерейтой иелері жайлы шолуды сіздер назарларыңызға ұсынады. Абишев Ғазиз, тарихшы ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР жоғары партия мектебінің еңбек сіңірген қызметкері, екі дүниежүзілік соғысқа қатысқан, Қостанай облысы Амангелді ауданында 1916 жылы 5 қыркүйекте дүниеге келген. 1938 жылы Алматы қаласында журналистика институтын бітірген. Қазақ мемлекеттік баспасында редактор, Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің жанындағы партия тарихи институтында аға ғылыми қызметкер, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында аға ғылыми қызметкер, осы институттың кафедра меңгерушісі болды. Ғазиз Абишевтің 100-ден аса ғылыми еңбегі мен 20-ға жуық жинағы, бірнеше монографиясы жарық көрген. Абишевтің ғылыми еңбектері негізінен Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан тарихын зерттеуге бағытталған. Қызыл жұлдыз, құрмет белгісі, 2 дәрежелі отан соғыс ордендерімен, медальдармен марапатталған. Ахметшин Ғұмар Ғарифоллаұлы, жазушы, ысқақшы, журналист, Қазақстан журналистер жазушылар одағының мүшесі, 1941 жылдың 8 қыркүйегінде Челябі облысы Златоуст қаласында дүниеге келген. 1959 жылы Қостанай облысы Семиозер ауданындағы мектебін, 1968 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. 1966 жылдың ақпан айынан бастап ұзақ жылдар бойы облыстық Қостанай таң газетінде мәдениет және тұрмыс хат бөлімдерінің меңгерушісі, 1984 жылдан редактордың орынбасары, бас редактор болды. 1992 жылы облыс әкімінің баспасөз хатшысы қызметіне тағайындалды. Бұл қызметте 2000 жылдың наурыз айына дейін атқарды. 1998-99 жылдары Қостанай таңы облыстық газетінің бас редакторы болды. Облыс әкімі аппаратының бас маманы, әрі 2002 жылдан бері Қазақстан жазушылар одағы Қостанай облысы филиалының директоры қызметін атқарды. Республикалық ара журналының Қостанай облысы бойынша штаттан тыс тілшісі. Жалын баспасынан Қолды болған қораз, Көзілдіріктің кесірі, Көзі сынақ тебен, Елорда баспасынан Ұмытшақтың зобалаңы сатиралық жинақтары жарық көрді. Қазақ КСР жоғары кеңесінің грамотасымен, бірнеше медальмен, оның ішінде Астана және тәуелсіздікке 10 жыл медальдарымен марапатталған. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Шопанов Тұрғынбек Жетпісбайұлы, ақын, журналист, 1931 жылы 15 қыркүйекте Жангелдин ауданы Көкалат ауылында дүниеге келген. Алматы жоғары партия мектебін бітірген. Қаламгерлік жолын Жангелдин ауданы социалистік ауыл 1962 жылдан Жаңа өмір газетінде бастаған. Қостанай облысы коммунизм таңы, қазіргі Қостанай таңы газетінде қызмет істеді. 1966 жылдан Қазақ радиосында аға редактор қызметін атқарды. Қазақ кеңес энциклопедиясының бас редакциясында аға ғылыми редактор болды. Құрметті оқырман қауым, сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған қыркүйек айында туған мерейтой иелері жайлы толық ақпаратты облыстық нөмір 2 әмбебап ғылыми кітапханасы әдістеме библиография бөлімінен алып, өздеріңізге қажетті ақпараттармен таныс бола жүруге шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.